Арма ояндық көрермен. Театрға көп келем деп мақтанасыз ба? Оны сөзбен емес, іспен дәлелдеп көрсеңіз қуанар едім. Мәселен, мен қазір Қалекей театрының көрерменін сынап көрем, және этикетпен таныстырғаным артық болмас. Кеттік. Театр киімілгіштен басталмайды, сыртқы есіктен басталады. Кіре сала бас киімді шешуді этикеттің алғашқы ережесі деп түсінейік. Әйтпесе киімілгішке жеткенше таныстарыңызды жолықтырып, қызу әңгімеге кірісіп кетерсіз. Холдағы айналар таранып боянуға арналмаған. Ол үшін дәретханадағы айнаға баруыңыз керек. Өзіңізден басқа келушілердің эстетикалық ләззат алуына кедергі келтірмеңіз. Қазіргі театрдың дресс-коды соншалықты қатал емес. Дегенмен, бұл ортаның әдемі атмосферасын сіздің сырт келбетіңіз бұзбасын жинақы киініңіз. Екінші аяқ киім әкелсеңіз, өзіңізге де мәдениет ошағына да құрметіңізді байқар едік. Спектакльге кешікпеңіз. 15-20 минутқа ерте келіп, бірінші қоңырау соғылғанда залға кіріңіз. Орныңыз қатардың ортасында болса, ертерек жайғасуға тырысыңыз. Шетінде болса, екінші-үшінші қоңырауды күтіңіз. Өзіңізге ыңғайлысы сол болмақ. Қойылым барысында театрдың мәдениетін сақтамай, тамақ ішіп отыратындар да бар. Телефонмен қатты сөйлесетін кісілер де болады кейбір кезде. Осындай ережелерді дұрыс сақтамайтын көрермендер бар. Оларды залдан шығарып жіберуге сіздер құқылы емессіздер ғой, иә? Иә, құқылы емеспіз. Ескертеміз. Егер ескерту қайтадан қайталанатын болса, онда шығарып жіберуге. Иә. Абайлаңыздар, айдана шығарып жібереді сіздерді. Қыз баланың азаматты театрға шақырғаны ерсі емес, бірақ кірерде билетті ер адам көрсетеді, және жол бастап жүру де жігіттің әдебіне жатады. Сіздерден тұрып, бір этикеттің нормасын көрсетулеріңізді сұрасам бола ма? Бірінші ер адам өту керек пе, қыз бала өту керек пе? Сіздің есіміңіз кім? Ерсұлтан. Ерсұлтан, қателестіңіз. Бірінші ер адам өтеді, бірақ қыз бала отырғанша күте тұрады. Өтесіз, сосын орындығын ашып бересіз. Енді отырасыз. Шамамен дұрыс. Театрда ғана емес, кез келген көрермен залында өз орныңызға өтудің ортақ ережесі бар. Көрермен жаққа қарап өту керек. Және кешіріңіздер, рахмет. Негізі отырған адамдар тұрып жол берсе де артықтық етпейді. Ол да этикетке жатады. Спектакль бөлек әлем. Сіздің қарбалас өмірден бір сәтке тынығуыңыз үшін керек. Мейлі өзіңіз оны қаламасаңыз, басқалардың ол әлемге енуіне кедергі келтірмеңіз. Телефонға түсіру, қоңырауларға жауап беру мәдениетсіздіктің белгісі. Қойылым кезінде өнерпазға қанша тәнті болсаңыз да қошеметіңізді олар бас үйеге шыққанша сақтап қойыңыз. Және перде жабылғанша киімілгішке жүгірмей, актерлермен энергия алмасып алыңыз. Театрда жүздесейік.